Әйелдің жүрегі ауырса, Алла оны біледі. Сондықтан Құранда әйелдерге бекерден бекер қайта былай деп айтпаған. Қорықпаңдар, қайғырмаңдар, жүректерің тынышталсын. Бұл жай ғана аяттар емес, бұл иләһи жұбату. Үнсіз дауылдарға толы әйелдің жанына жеткен Раббысынан нәзік сабыр. Неліктен Алла бұл сөздерді соншалықты жиі айтады? Өйткені Алла әйелдің қайғысы үстірт емес екенін біледі. Ол терең. Әйел қайғырғанда бұл оның бүкіл болмысына әсер етеді. Денесіне, ұйқысына, денсаулығына, жүрегіне, тіпті оның қуатына, күлімсіремей қалуына дейін әсер етеді. Ал Ар-Рахман, аса мейірімді Алла мұны бәрінен жақсы біледі. Сондықтан оның әйелдерге айтқан сөздері сондай жұмсақ, жұбатушы, әрі емдеуші. Ол қайғырмаңдар, қорықпаңдар, көздерің тыныштық тапсын дейді. Өйткені ол сіздердің тек сыртқы әлеміңізге ғана емес, ішкі әлеміңізге де қамқор. Сондықтан ауырлық сезінген әрбір әйел, түнде үнсіз көз жасын төккен әрбір жан, біліп жүріңіз, сіз көтеріп жүрген ауыртпалық көрініп тұр. Сіздің қайғыңыз қадірлі, ал шипаңыз әлде қашан жазылып қойған. Алла сізді ұмытқан жоқ, ол сізді қорғауда. Алла әйелдің дәрежесін биіктетті, және әйелдер үшін Алланың алдындағы сұрау өте ауыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады: әйелдерге қатысты істе Алладан қорқыңдар, өйткені ол сендердің қолдарыңдағы аманат. Сендер оларды Алланың рұқсатымен алдыңдар, және Алланың сөзімен олардың ар намысын халал еттіңдер.